Ел Ньюс қазнеттегі ақпараттарға шолу. Күннің басты саны. 2 маусым. Астана балет театрының жаңа маусымы Жусан атты ұлттық жобамен ашылмақ. Көрермендер бұл туындыны Астана опера сахнасында желтоқсанның 10 мен 11-інде тамашалай алады. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі хабарлап отыр. Қойылымға ұжымның бүкіл труппасы қатысады. Алғаш рет Астана балет театрының репертуарында ұлттық тарих жайлы бір актілі балет орындалды. Бақыт Қайырбеков жазған сөздер спектакльдің негізгі либреттосына айналды. Жусан бұл авторлық балет. Хореограф Мукарам Авахридің бірінші үлкен жұмысы. Балетті қоюға еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері Алила Алишева мен Айгүл Тати, Удмурт Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Николай Маркелов, педагог-репетитор Зәуре Үмбетқұлова атсалысты. Ал Қуат Шілдебаевтың туындылары балеттің негізін қалады. Күннің басты жаңалығы. Астана мен Өскемен қалалары арасында жаңа жүрдек пойыз жүретін болмақ. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамның баспасөз қызметіне сілтеме жасап, Қазправда.кз сайты хабарлап отыр. Пойыздың 23 вагоны болады. Ол аптасына 3 рет жүріп тұрады. Бірінші рейс желтоқсанның 14-не жоспарланып отыр. Экспресс пойыздың жолында 7 тұрақ бар. Ерейментау, Екібастұз 1, Павлодар, Ақсу 2, Дегелен, Семей және Шар. Астанадан Өскеменге жету жолының жалпы уақыты 16 сағат 50 минутты құрайды. Кері жол 16 сағат 45 минутқа тең. Фотопост. eHistory.kz сайтында мұражай жаңғыртушысының мамандығына арналған фотопост жарияланды. Бұл қызметтің маңызы еліміздің ұлттық мұражайын көрген сәттен-ақ түсінікті. Мұнда мата мен кілем киіз бұйымдарын жөндейтін реставраторлар істейтін сақтау және жаңғырту орталықтары бар. Бұл шеберлерді мұражай дәрігерлері деп атайды. Олар алтын адамды, скиф пен сақ тайпаларының көсемдерін және көне қолжазбаларды қайта қалпына келтірген. Реставраторлар деген кімдер? Олардың жұмысы немен байланысты? Бұл жайлы Қазақстан тарихы сайтында оқыңыздар. Блогинг. Палаудың бір порциясы бағасының қосымша құны 400%-ға дейін жете алады. YVision.kz блог платформасында көне шығыс тағамы жайлы қызықты ақпараттық графика жарияланды. Авторлар палаудың 500 грамдық порциясының бағасын 242 теңге деп анықтады. Ал қоғамдық тамақтану орындарындағы құны 900 пен 2000 теңге аралығында. Орташа есеппен палаудың қосымша құны Алматыда 435%-ға жетті. Алайда басқа да тағамдардың бағасы асыра көтермеленген. Блог авторлары суши, дөнер мен попкорнның қосымша құнын санап шықты. Алынған нәтижелер таңғаларлық. Ел Ньюс теледидарды қарап, ғаламторды оқи жүріңіз.